Қордан төленетін зейнетақы төлемінің көлемі қанша? Ол кімдерге тиесілі? 33 мың теңге зейнетақыны кімдер ала алады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Қазақстандағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақысы мемлекеттік зейнетақынан қаншаға аз? Қазіргі уақытта олардың орташа мөлшері жеткіліксіз болып отыр. Қазақстандағы зейнетақы жүйесі көпдеңгейлі екені белгілі. Оған мемлекеттік бюджеттен төленетін зейнетақы және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін төлемдер кіреді. Мемлекеттік зейнетақы өз кезегінде базалық және бірлескен бөліктерге бөлінеді. Соңғы мәліметтер бойынша бірінші құрамдас бөліктің орташа мөлшері 42.694 теңгені, ал екіншісі 89.901 теңгені құрайды. Бұл ретте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының хабарлауынша 2024 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша зейнеткерлік жасқа толуына байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін орташа айлық төлем небәрі 33.985 теңгені құраған. Бұл мемлекеттік зейнетақының кез келген құрамдас бөлігінен айтарлықтай аз. Дегенмен қордан төленетін зейнетақы төлемінің мөлшері қазақстандық азаматтың зейнеткерлікке шыққанға дейін жинақтаған жинақ сомасына байланысты екенін түсіну керек. Мысалы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін ең жоғарғы төлем қазіргі уақытта 945.752 теңгені құрайды. Жалпы жыл басынан бері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жасы ұлғайған зейнеткерлерге төлемдерге 44,6 миллиард теңге бөлінді. Жинақтардың өзіне келетін болсақ, 2024 жылдың 1 сәуіріне қарай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы салымшыларының жеке зейнетақы шотында қаражаттың жалпы сомасы 18,9 триллион теңгеге жетті. Жыл басынан бері өсім шамамен 5,7%, немесе 1,2 триллион теңгені құрады. Айта кетейік, бұл қаражаттың бір бөлігі ағымдағы жылы енгізілген жаңа жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы есебінен қалыптасқаны белгілі. Қордың мәліметінше 3 айда шамамен 37,5 миллиард теңге түскен. Еске салайық, ОПВР дәл шағын зейнетақы төлемдеріне байланысты енгізілген. Қазіргі уақытта бірыңғай жинақтаушы зейнетақысы 1998 жылға дейін жұмыс істеген азаматтарға ғана тиесілі мемлекеттік зейнетақының ортақ бөлігін толығымен алмастыра алмайды. Болашақ зейнеткерлерде мұндай еңбек өтілі мүлдем болмайды. Сондықтан оларға тиісті зейнетақы алуға мүмкіндік беретін жаңа төлем көзін табуы қажет.